Үстеу, наречие. Іс-әрекет қимылдың, заттың, сынының түрлі белгілерін білдіретін лексика-грамматикалық топ үстеу деп аталады. Наречие-часть речи, обозначающая признак действия или признак качества предмета. Тұлғасына қарай. Негізгі: әрен, азар, әрі, бері, дәл, сәл. Туынды: ескіше, күздей, мұнша, жаяулап, тысқары, астыртын. Құрамына қарай. Дара: ерте, тым, кеш, ерекше, басқаша, қыстай, кешке. Күрделі: биыл, бүгін, бірталай, біраз, бірте-бірте, анда-санда, қысы-жазы, алдын ала, құлан таза, күні кешке. Мағынасына қарай. Мезгіл: кеше, бүгін, ертең, қазір, кешке, ертемен, ертесіне, таңертең, түнеугүні, бүрсігүні, жаздыгүні, қыстыгүні, биыл, күні түні. Мекен: әрі, бері, жоғары, төмен, алға, артқа, ішке, іште, ішкері, ілгері, мұнда, сонда. Мөлшері: сонша, онша, оншалық, соншалық, мұндайлық, мұнша, сондайлық, біраз, бірталай, недәуір, неғұрлым, бірен-саран, азды-көпті. Сын бейне: әрен, әзер, дереу, жедел, шапшаң, тез, жылдам, кенет, құр, түгел, ауызша, өзгеше, осылай, көйлекшең, тікелей, бірге, зорға, аздап. Күшейту: аса, нағыз, ең, өте, тым, тіпті, айрықша, барынша, кілең, небір, өңкей, әбден. Мақсат: әдейі, жорта, қасақана, көре, біле тұра, әдейлеп. Себеп-салдар: бекерге, амалсыздан, босқа, текке, лажсыздан, шарасыздан, құры босқа, амалсыздан, әншейін. Топтау: екеулеп, үшеулеп, бір-бірлеп, рет-ретімен, он-ондап, аз-аздап, көп-көптен, бас-басына, жұп-жұбымен.